Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жылу процестері мен қондырғылары. Жылу процесі дегеніміз материалға алдын ала белгіленген қасиеттерді беру мақсатында жылу әсері деңгейінің материалмен заңдық байланысуы. Қондырғыдағы жылу процестері материалдағы процесс ағымын материалды жылумен өңдеу технологиясы деп атайды. Процестер келесідей болып жіктеледі: механикалық, гидродинамикалық, химиялық, масса алмасу және жылу алмасу. Жылу өңдеуде материалдарда жылу, масса алмасу, химиялық процестер болады. Ал қондырғыларда жылу, масса алмасу, гидродинамикалық. Бұл процестер жылу өңдеуде бір мезгілде немесе белгілі уақытта өтуі мүмкін. Жылу процестері келесідей болып жіктеледі: үздіксіз және кезеңдік. Үздіксіз процестерде жылу өңдеудің барлық жұмысы бір мезгілде өтеді, бірақ қондырғының әртүрлі нүктесінде. Ал кезеңдік процестердің кезеңдері барлық қондырғыларда жүреді, бірақ әртүрлі мезгілде. Жылу қондырғысы. Жылу процестері өтетін құрылғыны атаймыз. Жылу қондырғыларының басты белгісі жылу энергиясының берілуін материалдардың технологиялық қайта өңдеуге қолдану болып табылады. Жылу қондырғысы. Жылу процестері өтетін құрылғыны атаймыз. Жылу қондырғыларының басты белгісі жылу энергиясының берілуін материалдардың технологиялық қайта өңдеуге қолдану болып табылады. Жылу қондырғыларындағы жылу тасымалдағыш арасында жылу алмастыру жүреді. Сондықтан жылу қондырғысы жылу алмастыру аппаратымен ерекшеленеді және оның жұмыс істеу эффектісі жылу энергиясының мөлшерімен бағаланады. Қондырғыларды жұмыс істеу режиміне байланысты үздіксіз режимде жұмыс істейтін қондырғылар деп атайды. Үздіксіз режимде жұмыс істейтін қондырғылардағы жұмыс камерасының әрбір нүктесі тұрақты және уақытқа сай температураға сәйкестенуі керек. Мұндай қондырғыларды материалды үздіксіз немесе аздаған интервалдармен жүктейді және түсіреді. Кезеңдік режимде жұмыс істейтін қондырғылар. Кезеңдік режимде жұмыс істейтін қондырғылар жабық циклде жұмыс істейді. Алдымен жұмыс камерасын материалмен жүктейді, сосын жылумен өңдейді. Одан соң материалды түсіреді. Кезеңдік жылу режимімен жұмыс істейтін қондырғылар стационарды емес, немесе әрбір жұмыс камерасындағы нүктелердің температурасы уақытпен өзгереді. Үздіксіз жылу қондырғылары. Құрылыс материалдарын өндірудегі жылу процестері энергияның әртүрлі түрлерін шығындалуымен байланысты. Энергияның сақталу заңы бойынша процестегі энергияның мөлшері процесс нәтижесінде алынған энергияның мөлшеріне тең. Мысалға, суретте үздіксіз жылу қондырғыларындағы бірдей жылдамдықтағы материал орнатылған айналмалы пештер А нүктесінен кіруінен Б нүктесінен шығуымен сипатталады. Материалдың немесе энергияның толықтырылуы АБ аумағында жоқ деп есептедік. А нүктесіне кірер жолда материал Z А биіктігіне ие болады. Б нүктесінен шығарда Z Б биіктігіне. Қондырғыдағы А нүктесінің материал массасының бірліктері келесі параметрлерге ие болады: ішкі энергияға Е, кинетикалық энергияға КЕ, потенциалдық энергияға ПЕ. АБ аумағындағы материал массасының бірлігінен белгілі мөлшерде жылу Q бөлінеді және материал массасының бірліктерінен қайта өңдеу процесінде химиялық реакциялардың орнына жылу энергиясы QX бөлінеді немесе жұтылады. Материалдың масса бірліктерін А нүктесінен Б нүктесіне ауыстыру үшін А жұмысы атқарылады. Қондырғыда жылу энергиясы Q таралады. Қондырғыдағы Б нүктесі келесі параметрлерге ие болады. Және материалдың масса бірліктері А нүктесінен Б нүктесіне ауысқанда жұмыс атқарады.
Онда энергияның сақталу заңына сәйкес материалға берілетін оң энергия айналымға жұмсалған жұмысы жүйеден шығатын материал энергиясына, материал масса бірліктерінің оң жұмысына тең. Құрылыс материалдар өндірісінде жылу қондырғылары ерекше орын алады. Өйткені бұл қондырғылар бетонның тез қатаюын, кесектің тез күйдірілуін, әк пен құмның бір-бірімен химиялық байланысын үдету және жоғарылату үшін қолданылады. Мысалы, бетон және темірбетон бұйымдары өндірісінде ылғал жолмен өңдеу әдісі қолданылады. Оларды іске асыру әртүрлі қалыптар мен камералардың көмегімен жүреді. Сонымен қатар бетон және темірбетонды өндіру технологиясына да тәуелді. Мысалы, агрегатты ағымды әдіс бойынша негізінен шұңқырлы булы камералар қолданылады. Конвейерлік әдіс бойынша туннельді булы камера, вертикалды камералар қолданылады. Мұнда жылумен өңдеу камераларында 80-95 Цельсий градуста жүреді. Сонымен бірге жылумен өңдеудің бір түрі автоклав саналады. Автоклавтың ішіндегі температура 180-200 Цельсий бойынша градуста болса, онда қысым 1 мегапаскальға дейін барады. Бұл қондырғыларда силикат кірпіш, силикатты бетондар, панельдер өңделеді. Назарларыңызға рахмет.